Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен Тараз футбол клубының 22-ші турына обзор жасайтын боламыз. Тараз футбол клубы өз алдына Қайрат футбол клубын қабылдаған болатын. Бұл премьер лиганың 22-ші туры. Тараз футбол құрамы әдеттегідей шықты. Бұл жерде тек қана құрамда өзгеріс болған Пикалки мен және де Касрадзе Лаша болған. Ал Қайрат футбол клубы әдеттегідей өзінің құрамымен шықты. Тараз футбол клубы 9-ші орында келсе, Қайрат футбол клубы 3-ші орында келген болатын. Sonra бірінші шабуыл Серж Ньюадзе қақпа бақтан болатын, бірақ топ қақпадан биік кетті. Одан кейін Қайрат футбол клубы шабуылшып, бұл жолы Сисен өз командасын голдан аман сақтап қалған болатын. Одан кейін аут болды, ауттан штрафныйға лақтырды, ал бұл жерде болса топ свочтен өтті және де Бауыржан Исламхан қақпа соққы бақты. Бірақтан бұл жерде топ қақпадан биік кетті. Міне қараңыздар, свочтен өтті, міне тоқтатты және де бұл жерде соққы болды. Бұл жерде оған соққысыз қойған Мақсат Аймерханов болған болатын. Одан кейін шабуыл және Серж Ньюадзе әдеттегідей Тараз футбол клубын тас жерде соққы бақтады, бірақтан доп қақпадан сонымен қисық кетті. Одан кейін шабуыл Қайрат футбол клубы болды. Бұл жерде допты баспен бақтады, бірақтан тағы жас қақпашы Мұхамеджан Сисен өз қақпасын допты аман сақтап қалды. Одан кейін Серж Ньюадзе тағы да бір мәрте қақпа соққы бақтап көрген, бірақтан бұл жерде ойыннан тыс қалды. Одан кейін тағы да шабуыл, бұл жерде баспен соққы, бірақтан бұл жерде бұрыш штама болды. Симчиш өз командасын аман сақтап қалды. Міне СО кешегі Симчиш баспен ұрып жіберді. Бұрыштама болған болатын. Бұл шабуылдан кейін тағы да шабуыл тамаша көтерді. Пикалкин өз ойыншысы СО-ға соққы бақтатып қойып, доп қақпадан сәл ғана қисық кеткен болатын. Бұл ойынның бар болған 40-ші минуты ғана болған. Пикалкин Касрадзе Лаша мен анда-санда ауысып тұратын орындармен. Шабуылды тамаша көтеріп берді. Пикалкин соққы бақтатқызды және де доп қақпадан сәл ғана қисық кетті. Міне қараңыздар, 14-ші минут 10 қапталдан, 24-ші минут 10 қапталдан болды. Бұл жерде доп сәл ғана қисық кетті. Одан кейін тағы Қайрат футбол клубының шабуылы, бұл жерде тағы да СО соққы бақтады, доп қақпадан қисық кетті. 11-ші минут арқалаған ойыншы Тараз футбол клубының қақпашы Мұхамеджан Сисенге еш жинатпады. Одан кейін тағы шабуыл, бұл жерде Әлішер Сүлей соққы, доп қақпадан тағы да биік кетті. Одан кейін екінші таймда Серж Ньюадзе тағы да соққы бақтады, бұл жерде доп тағы да қақпадан биік кетіп отыр. Міне 12 ойыншыны тамаша алдады. Соққы бір ойыншын бірақтан қақпадан биік кетті. Одан кейін тағы да Әлішер Сүлей тамаша алдап өтті, қуатты. Одан кейін соққы, бұл жерде тағы да Саспагатиев өз орнында. Одан кейін баспен соққы, бірақтан бұл жерде Рахымжан Розыбакиев өз қақпасын голдан аман сақтап қалған болатын. Міне баспен тамаша соққы болды бұл жерде. Симчиш соққы бақтатқызып қойды, бірақтан Розыбакиев сол қателікті орнын толтырды. Одан кейін тағы шабуыл, бірақтан доп қақпадан бұл жерде тағы да қисық кеткен болатын, биік кетті. Одан кейін тағы шабуыл, бұл жерде оң қаптағы Рақып Қожамберді соққысы доп қақпадан сәл ғана биік ұшқан болатын. Бұл екінші тайм бар болған орта шеті ғана болған. Одан кейін Исламхан бұрыштамадан тамаша көтеріп, бұл жерде баспен тағы соққы бақтады, бірақтан тағы да жас қақпашы Мұхамеджан Сисен өз орнын табылды. Одан кейін тағы шабуыл, алыстан соққы және де бұл жерде қақпашы қайтадан өз орнында. Одан кейін тамаша шабуыл болды, тамаша соққы болды және доп қақпадан каким-то чудом қақпадан доп қисық кетіп отыр. Міне қайта Мартис Джоун өз ойыншыларына допты беріп қойып, одан кейін оны допты ала алмай қалды. Одан кейін ойынның 80-ші минутында болған шабуыл, Исламхан жұмсақ паспен соққы бақтады, бірақтан бұл жерде тағы да Мұхамеджан Сисен өз орнынан табылды. Одан кейін де Қайрат футбол клубы тоқтай қойған жоқ. Одан кейін тағы да шабуыл болды. Бұл жерде Мартинс Джоун ойын тәртібін бұзып, өз қақпасынан 1 метрлік айып добына кеп берген болатын. Бұл жерде бұл ойыншы СО-ға қарсы ойын тәртібін бұзды және де бұл ойын 81-ші минуты. Артынан доп тепті және де бұл жерде ойыншы құлады және де бұл жерде пенальти белгіленді. Ал пенальтиді бұл жерде Қайраттың ең мықты ойыншыларының бірі Бауыржан Исламхан өзінің бұрынғы командасын соққы бақтады. Өзінің әдеттегі Разбек ойыншы соққы жасады, бірақтан бұл жерде Тараз футбол клубының қақпашысы Мұхамеджан Сисен допты аман сақтап қалған жоқ өз қақпасынан. Бұл жерде сөйтіп есеп ашылды ойынның 84-ші минутында. Бауыржан Исламхан Тараз футбол клубына өзінің бұрынғы клубына гол соғып есепті ашты. Мұхамеджан Сисеннің сәл ғана бұл жерде қолы жетпей қалған болатын. Ал бұл гол тағы да Мартинс Джоунның қателігінен орын алды. Мен соққы және де Мұхамеджан Сисен сәл ғана допты қолы жетпей қалды. Барлық нәрсесін боқып білді қайда кете беретін, бірақтан сәл ғана сәттілік жолдас болмады. Одан кейін тамаша соққы, Ғабыржан Шүйінбаев соққы, бірақтан тағы да Тараз футбол клубының жас қақпашысы өз орнынан табыла білді. Сонымен матч осымен аяқталған болатын. Сонымен бұл видеоны аяқталған. Сонымен сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Егер сіздер бұл каналды бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған біздің канал. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.